Сәлем достар, бүгін сіздерге 15 минуттың ішінде дайын болатын, өте дамды, керемет болып шығатын творожный печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көрсеңіздер барлығы түсінікті болады. Ең алдымен жұмыртқамыз бен шекерімізді араластырып аламыз. Бөлме температурасында тұрған осындай жұп-жұмсақ сары майымызды қосатын боламыз. Байқасаңыздар, мен рецепті өз көлемінен 2 есе үлкен етіп, көп етіп жасап жатырмын. Сіздер де солай жасап көрсеңіздер болады. Жай мен ұсынған астына жазған граммдар бойынша жасасаңыздар да болады. Сол кезде сіздерден бір дуалы шығады. Ендігі кезекте творогты қосатын боламыз. Творог өте пайдалы, оның құрамында өте кальций көп. Оны мен айтпасам да барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Сондықтан бұл печеньеміз дәмді ғана емес, сонымен қатар өте пайдалы. Мен алғаш рет осы творожный печеньені жасағанда ұнын шамадан тыс көп қосып, тастай қатты етіп жасап қойғам. Сіздерге сондықтан ол қателікті қайталамау керектігін айтамын. Мен қанша мөлшер қостым, сонша мөлшерде ұнды електен өткізіп, барлығын граммдарын, мөлшерін сақтап қосуларыңызға кеңес беремін. Ендігі кезекте творогымызды жақсылап араластырып болған соң ұн қосамыз. Ұн мен плюс разрыхительді қосып жеріп екеуін тестамызды иіретін боламыз. Және өз қалауыңызға қарай ванилин қосып жерсеңіз болады. Неше түрлі әдемі иістегі ванилиндерді қосып жасасаңыздар да болады. Ол міндетті емес, өз қалауыңызға қарай жасайсыздар. Көріп тұрғандарыңыздай тестаны өте жұмсақ етіп илейміз. Оны тастай етіп қатты илесеңіздер, печеньелеріңіз қатты болып қалады. Сондықтан барынша тестаны жұмсақ етіп жасауға тырысыңыздар. Мен бұл жерде 2 есе қылып жасағандықтан менде 4 дуала шықты. Байқасаңыздар, құрамына аз зат қостық. Әртүрлі заттар қосып баса ауыртқан жоқпыз. Барлығы әрбір үйден табылатын нәрселерді қостық. Енді осы дайын болған зуалаларымызды пакетике жақсылап салып, орап, холодильникке 1 сағатқа салып қоямыз. 1 сағаттан соң барып оны шығарып, осылай жайып, форма беріп, печеньемізді пісіретін боламыз. Осы менің творогтан жасалынатын неше түрлі выпечкаларға, пирогтарға, печеньелерге деген махаббатымды өзімнің анам ашты деп айтсам да болады. Өйткені мен кішкентай кезімнен сондай творожный нәрселерді көп алып беріп, көп жасап, үйде солай істейтін еді. Қонақ күтекте творожный нәрселер көп пісіріп, солай жасайтынбыз. Өйткені менің анама ұнайтын, анама ұнаған нәрсе, мен де жей беріп, сол нәрсені мен де қатты ұнатып кеттім. Әрі өте пайдалы болғандықтан маған да қатты ұнайды. Тесталарыңызды алып, осылай 3, 4, немесе 5 мм көлемінде жайып алып, осылай әртүрлі печеньеде форма бересіздер. Өз қалауларыңыз бойынша печеньеге форма беріп, оны пісіріп алатын боламыз. Тез ақ піседі, осылай бәрін жайғастырып аламыз. Бетіне жұмыртқа жақсаңыздар да болады, жақпасаңыздар да болады. 15-20-25 минуттың ішінде тез пісіп шығады. Осылай рогалик түрінде жасасаңыздар да болады. Міндетті де жасап көріңіздер, өте дамды болып шығады және балаларыңыз да сүйсініп жейтін болады. Бұл рецепт тек сізге емес, сіздің жақындарыңызға да өте қатты ұнайды. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий жазып, арнаға жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюға кеңес беремін. Апта сайын жаңа рецептілер шығарып отыратын боламын. Видеоны соңына дейін көріп отқандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Айтгүл.